Достар, бәріңе сәлем. Менің көптеген оқырмандарым Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы құқық қорғау органдары академиясы курсанттарының өміріне шолу жасап, таныстыруға өтініш білдірген болатын. Осыған орай біз бүгін Астана қаласының жанында орналасқан Қосшы қаласының аумағындамыз. Біздің саяхатымызды бірге бастайық. Академия тыңдаушылары атыс жаттығуларымен үнемі айналысады. Бұл олардың іс-әрекеттерінде дәлдік пен сенімділікті дамытуға көмектеседі. Жауап алу кабинетінде тыңдаушылар жауап алу және ақпарат алу өнерін үйренеді. Бұл олардың кәсіби дайындығының маңызды бөлігі болып табылады. Саптық дайындық оқытудың ажырамас бөлігі болып табылады. Ол тәртіп пен командалық рухты дамытуға көмектеседі. Аудиторияларда тыңдаушыларға құқық қорғау органдарында табысты мансапты жүзеге асыру үшін қажетті әртүрлі пәндер бойынша теориялық білім беріледі. Асханада тыңдаушылардың салауатты әрі дұрыс тамақтануына мүмкіндік берілген. Бұл өз кезегінде олардың қуаты мен денсаулығын сақтауға әсер етеді. Берік достық қарым-қатынас орнатуда осы жерден бастау алады. Жатын корпуста тыңдаушылардың тұруына қолайлы жағдай жасалған. Олар демалып, сабақтарына дайындала алады. Бұл жерде тыңдаушылар шынайы досқа айналады. Дене шынықтыру тыңдаушылардың өмірінде маңызды рөл атқарады. Спорт залда олар түрлі спорт түрлерімен айналысып, өз дағдыларын шыңдай түседі. Спортпен бірлесіп айналысу ұжымды біріктіруге ықпал етеді. Мәжіліс залында ай сайын зияткерлік ойындар мен іс-шаралар ұйымдастырылады. Бұл өз кезегінде тыңдаушылардың ақыл-ой қабілеттерін дамытуға, әрі ұжымның бірігуіне ықпал етеді. Академия кітапханасында білім алу үшін қажетті әдебиеттер мен оқу материалдары кеңінен ұсынылған. Таза ауада өткізілетін спорттық іс-шаралар мен ашық ойындар дене шынықтыруға және командалық рухты дамытуға көмектеседі. Қорғау органдары академиясымен таныстыруды аяқтадық. Бұл жерде барлық процесс өте жоғарғы деңгейде ұйымдастырылған. Бізге курсанттар үшін жасалған жағдай, олардың тұрмысы мен мемлекет тарапынан курсанттарға жасалған мүмкіндіктер қатты ұнады. Сіздермен бірге болған мемлекеттік қызмет тураларына және мен Асқар Есімсейітов осы іс-шараны түсіруге мүмкіндік берген құқық қорғау органдары академиясының басшылығына өз алғысымызды білдіреміз.